Сәлем достар, пластикалық операция дегенде естеріңізге не түседі? Әрине, ең алдымен үсті басын үлкейтіп жіберген және еріне ботоксты толтырып алған біреу түсетін шығар. Дегенмен пластикалық операциялардың бастапқы мақсаты ол адамдардың денесінде немесе бетінде жара, тыртық және тағы басқа ақауларды кетіру еді. Бірақ қазіргі заманда кейбір адамдар пластикалық операцияларды беттегі әжімдерді кетіруден бастап өз келбеттерін өзгерту үшін де жасайды. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін өз келбеттерін менсінбей сұмдық өзгерістерге ұшыраған адамдар жайлы айтамыз. Танысып қойыңыз, бұл 22 жасар Винни Лох атты Калифорния штатының тұрғыны. Ол барлығын қосқанда өзге планеталыққа ұқсау үшін 110 пластикалық операцияны жасатқан. 5 жыл бұрын ол филера деген дермалды толтырғышпен ерін үлкейтіп, одан кейін ағзасын өзгеріске ұшыратуды тоқтатпай жасата бастады. Жалпы солай тоқтай алмау және операцияға тәуелді болып қалу пластикалық операцияларды сүйер қауымда жиі кездеседі. Ал Винни болса ерінен кейін жағын, қасын, мұрын өзгерте бастайды. Бір күні ол айнаға қарап тұрып, неге өзге планеталыққа бет әлпетімді келтірмеске деп ойлап, онсыз осқыны кетіп қалған келбетін өзгертеді. Қазір осы өзгерістерге ол барлық тапқан ақшасын жұмсайды. Енді болашақта Винни бас, шеке және жақ сүйектерін өзгертіп, бірнеше қабырғалары мен кіндігін, кеуде бұлшық еттері мен және жыныс мүшесін алып тастауды жоспарлап жүр. Жас өзге планеталық барлық операцияларға $160 000 кетеді деп айтады. Әттең көптеген адамдар емделуге ақша таба алмаған кезде, кейбіреулер керісінше мүгедек болу үшін ақша төлеуге дайын екен. Американдық пластикалық хирургтардың айтуы бойынша, қазіргі кезде қыздардың көбі келбеттері мен денесін Ким Кардашьянға ұқсатқысы келеді. Бірақ Инстаграм жұлдызына бет әлпетін ұқсатуға кейбір ер адамдар да тырысады екен. Олардың арасындағы ең танымалысы болып британиялық Джордан Джеймс атты, менің ойлауымша басы істемейтін адам саналады. Джорданға Ким Кардашьянның ұнағаны соншалық, ол өзінің жақ сүйектерін, мұрынын, ерінін өзгертіп, қасына татуаж жасап, түрлі эпиляция, липосакция мен ринопластикаларды жасап, өзгерістерге $150 000 жұмсаған еді. Енді Джорданға өз жаңа түрі өте қатты ұнайды. Оның ойлауынша, ол Ким Кардашьянға ең қатты ұқсайтын адамға айналды. Бір минут, мынау Ким Кардашьян, мынау Джордан. Ким Кардашьян, Джордан. Ким Кардашьян, Джордан. Өте қатты ұқсайды екен достары. Осы неге біреуге ұқсағысы келіп операция жасатып, мүлде ұқсамай қалса, өздеріне толықтай сенімді болады бұл адамдар. Тоби Шелдон атақты Джастин Бибер әншісіне ұқсағысы келіп, оған $100 000 жұмсаған кезде оны бүкіл әлем таныды. Тобиде 2007 жылы шашы түсіп, оған оны ауыстырып орнату арқылы түзеп бергеннен кейін, ол тағы да пластикалық операцияларды жасатқысы келіп, сол кезде әлемді шулатып жүрген, өзіне 20 жас кіші Джастин Биберге ұқсау үшін көптеген операцияларға жатады. Әрине, көптеген ағзаға келтірілген өзгерістер жайдан жай жоқ болып кетпейді. Тоби Шелдон ауыра бастайды. Қатты ауырғанды басу үшін есірткі заттарға беріліп кетеді. Солай 2016 жылы Тоби өз пәтерінде ағзасында есірткі заттарын тыс мөлшерінен өліп кетеді. 27 жасар Адам Гера атты Калифорнияның тұрғыны 12 жыл ішінде Мадоннаға ұқсау үшін $170 000 жұмсайды. Мадоннаны келтіретін адамдар түрлі грим істейтін болса, Гера өз бетін операция арқылы өзгертті. Мен Мадоннаны 15 жастан бастап тыңдаймын. Өз ханшайым үшін барлығына дайынмын дейді Гера. Қазір ол түрлі жерлерде Мадоннаның фонограммасы мен әндерді айтып ақша табады. Жалпы осындай әйелдің киімін киіп бет аузын бояп жүрген еркек атынан айырылған қыз-текелерді ұнатпаймын. Ал Гера жайлы айтатын болсақ, соңғы жылдары оның Мадоннаға деген қызығушылығы кетіп, ол өзін істеген ісі үшін қатты өкініп жүр. Бүгін ол концерттерге арналған жүздеген көйлектерін сатып күн көруде. Бұл 25 жасарлық бразилиялық жігітке жасалынған операция ең ерекше пластикалық операциялардың бірі болып саналады. Себебі Макс атты Кореяның поп мәдениетін жақсы көретін адам өз нәсілін өзгертіп жіберді. Ол үшін оған бірнеше жыл, $3,000 және оннан артық операция қажет болды. Ал көз қиығын өзгерткеннен кейін Максты кәрістен айыру мүмкін емес болып қалды. Енді ол Кореяға көшіп, өз есімін Ксиян деп ауыстырды. Әлеуметтік желілерде Ксияның көптеген фанаттары пайда болып, ол кенеттен жұлдызға айналды.
Соңғы кездері оның Кореяға деген қызығушылығы кетіп, ол өз отанына қайтқысы келіп жүр. Бірақ Кореяға көшу барысында ол өз ата-анасымен ұрсып, соңғы сөзін айтып ренжітіп кеткен еді. Өзге елге деген махаббаты суып қалған кезде, өз ақылсыздығы үшін айналасында ең жақын адамдары, анасы, әкесі, ағайын қарындастары, достары, ешкім қалған жоқ. Достар, Алла берген тәнге разы болып, өз денелеріңізді сүйе біліңіз. Бүгінгі видеоға міндетті түрде лайк басып, өз достарын шақырып Пазл каналына жазуға ұмытпаңыз. Ал егер мына жердегі қоңыраушаны бассаңыз, біздің жаңа видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсыз. Біздің ВКонтакте тобымызда күнделікті қызықты және пайдалы жазбалар шығып отырады. Тіркелсеңіз еш өкінбейсіз. Сонымен қатар біздің Puzzle Life деген екінші каналымызды ұмытпаңыз. Ол жерде жиі түрлі видеолар шығып отырады. Тағы да онлайн каналы және инстаграмымызға тіркеліп, жаңалықтарда хабарда болыңыз. Барлық сілтемелер сипаттамада және бірінші комментарийде. Бүгінге осы. Puzzle'ға жазыл.